Hello children, how are you? I hope you are okay. Today we are going to start about professions, unit 4. So let's start. Here you see some people, yes? So who are they? Let's know who they are and then let's translate them. Computer programmer, программист. Picture A, yes. Next, mechanic. Picture, what picture? I, so mechanic. Next, nurse, медсестра. Picture H. Electrician, electric. Picture C. Shop assistant, продавец-консультант, сатушы, я, көмектесуші магазинде. Picture D. Next, news reporter, репортер. Picture F. Photographer, фотограф. Picture G. Yeah. Next, dentist, тіс емдеуші. Picture J. Next, architect, архитектор, сәулетші, ғимараттарды салатын адам. So, picture B. So, you know now some new words about professions: computer programmer, mechanic, nurse, electrician, shop assistant, news reporter, waiters, photographer, dentist, and the architect. Бұл жаңа сөздерді сіздер сөздіктеріңізге жазып алыңыздар, жарайды ғой? Өйткені бұл сөздер келесі үй жұмысын жасағанда керек болады. Next. Now, reading the complete. Exercise 17. My father can fix his own car. He is a mechanic. Мен әкем өзінің машинасын, көлігін жөндей алады дейді. Ол механик, иә? Next. Asel works at hospital. She is a nurse. Okay, next. I can design computer games. I am a computer programmer. Мен компьютерлік ойындар құрастыра аламын дейді. Яғни ол программист. Qanat works at the TV station. He is a news reporter. Qanat телевидениеда жұмыс жасайды, ол репортер. Next. My sister works at a cafe. She is a waitress. Менің әпкем кафеда жұмыс жасайды, ол даяршы, официантка. Mr. Aronov designed our house. He is an architect. Mr. Aronov біздің үйдің сәулетшісі дейді. Ол дизайн жасады. Яғни ол сәулетші. Окей. So, жаңа сөздер: nurse, computer programmer, news reporter, waiters, architect. Next. Now, superlative adjectives. Күшейтпелі анықтауыш. Біз алдыңғы сабақта сіздермен салыстырмалы анықтауышты өттік. Яғни, поезд ұшаққа қарағанда баяуырақ деп айтып үйрендік, иә? The train is slower than plane. Ол салыстырмалы. Енді осы сабақта біз күшейтпелі анықтауышты өтеміз. Ол superlative adjective. Superlative adjective, яғни күшейтпелі анықтауыш жасау үшін оған est жалғауын жалғаймыз. Суретке қараңыздар. Арыстан, lion, this is large. Ол үлкен дейді. Zebra, this is larger. And this is larger. Яғни бұл үлкенірек. Келесі. This is the largest. Бұл ең үлкен, піл. This is the largest. est жалған тұр. Енді алманы қараймыз. Big, үлкен. Bigger, үлкенірек. Biggest, the biggest, the артиклін қоямыз.
the biggest, est. Бұл осы the артиклін және est жалғанда біз күшейтпені анықтаушы екенін білеміз. Next, small, smaller, the smallest. Кішкентай, кішірек, ең кішкентай. Бұл жердегі мысалдар қарасаңыздар болады тағы да. Long, longest, straight, straightest, big, biggest, tall, tallest, large, largest, hot, hottest. Next, сіздерге мысал берілген. Доктор Green, доктор Black, доктор Brown. Үш доктор туралы, иә? Енді осыны салыстырамыз. Кім қандай екенін білеміз. Доктор Black is the tallest of three. Доктор Black үшеуінің ішінен ең ұзыны дейді. The tallest, tall ұзын. The tallest ең ұзыны. Доктор Green is the youngest in the hospital. Доктор Green, young, жас деген сөз. Яғни, доктор Green ауруханадағы ең жас дәрігер. The youngest. Окей. Енді жаңа біз сіздерге айттық est жалғаймыз деп, иә? Кейбір кезде, яғни сөз өте қысқа болса, және бір дауыссыз дем бітсе, big. Мысалға big. Өте қысқа big, иә? Дауыссыздан аяқталып тұр. Осы кезде біз дауыссызды екі еселейміз, яғни тағы бір дауыссыз қосамыз. Big, bigger, салыстырмалы түрі, және күшейтпелі түрі biggest. Easy. Бұл жерде y әрпіне бітіп тұр. Y әрпінің орнына біз I әрпін қоямыз. Easy, easier, easiest. est жалғанып тұр, иә? Easiest. Ал ережеге бағынбайды. Алдыңғы сабақта да өттік. Біз ережеге бағынбайтындарды анықтауыштарды good, gooder деп айта алмаймыз. Good салыстырмалы түрі better. Жақсы, good. Better жақсырақ. The best ең жақсы, самый лучший. Bad жаман. Worse жаманырақ. The worst ең жаманы, ең нашары. Окей, түсінікті деп ойлаймын. Келесі. Бұл жерде сіздерде look, read and complete. Текстті оқып, жаңадай күшейтпелі анықтауыштарды қоюымыз керек. My neighbors, көршілеріміз туралы. So, бұл қыз өзінің көршілері туралы айтады. Бірінші, бұл кім қыз, соны білейік. This is where I live. I think it is the prettiest village in the world. Meet my lovely neighbors. Бұл мен тұратын жерім дейді. Бұл ең әдемі, әлемдегі ең әдемі қалашық деп ойлаймын. Менің көршілеріммен таныс болыңыздар. So the first. This is Mr. Harris. He is a mechanic, but he's got the slowest car in the world. How funny. He's got the slowest, slow, баяу, медленный. The slowest car. Оның машинасы ең баяу дейді. Хотя ол өзі кім? Mechanic. This is Mrs. Smith. She lives next door to us. She is the kindest nurse of all. She always looks after the people when they are sick. Mrs. Smith, she's a nurse. Бұл медбике. The kindest nurse. Kind, мейірімді. She's the kindest nurse. Ең мейірімді медбике. Next. Mrs. Carmen lives opposite my house. She's a waitress and her cafe sells tastiest cakes in our village. Yummy. Tasty, дәмді. Жаңа біз айттық, y әрпінен бітсе, оны біз I-ға ауыстырамыз.
Сонда tastiest. Next, look at Mr. Young. Mr. Young is an architect, and so he has got biggest house in the village. Wow. So Mr. Young is an architect, сәулетші. He has got biggest house. Big, үлкен. Biggest, ең үлкен үй. Қалашықтағы ең үлкен үй осы адамда дейді. Okay. Make your own my neighbor project, present it to the class. Енді өздеріңіздің көршілеріңіз туралы осындай постер жасауға болады. Көршілеріңіз кімдер? Оларда қандай үйлері бар? Немесе қандай адамдар? Күшейтпелі анықтауыштарды қолдануға ұмытпаймыз. Next, so this is activity book. Activity book жұмыс кітаптары. Қателеспесем 39 бет. Алдыңғы сабақта біз 36, 37, 38-де өттік. Енді 39 бет. Read, look and complete then match. Осы профессияға қатысты болғандықтан мен activity book'ты қостым. Jane works in a hospital. She is a nurse. Ол ауруханада жұмыс жасайды, ол медбике. Scott designs the computer games. He is a computer programmer. Picture A. Emma works at the TV station. She is a news reporter. Picture B. Andy fixes cars. He is a mechanic. Picture E. Janet designs houses. She is an architect. D. Picture D. Okay, exercise 8. Read and write the jobs. A person who takes care of our teeth. Біздің тісімізге қарайтын адам. Dentist. A person who takes pictures. Сурет түсіретін адам. Photographer. Суретші, photographer. Next, a person who works in a cafe. Кафеде жұмыс жасайтын адам. Waitress. A person who works in a shop. Дүкенде, магазинде жұмыс жасайтын адам. Shop assistant. A person who fixes the light. Үйдегі жарықты жөндейтін адам. Electrician, electric. Next. That's all? Oh, okay. So that's all. Activity book'ты бітірдік. Тағы бір ұмытып кеттім, тағы бір жаттығу бар. So, let's read and choose. Бұл кезде салыстырмалы және де күшейтпелі анықтауыштар туралы. So, it's better to go by tram than by bus. Трамвай, бас, автобус. Алдыңғы сабақта өттік. Біздің трамвайдан көрі автобустан көрі трамваймен барған жақсырақ. Better. Салыстырмалы. Which is the fastest train in the world? Ең тез in the world. Ең тез поезд қайсысы дейді. Next. For me, minibuses are the worst way to travel. Мен үшін автобустар ең нашар транспорт түрі дейді. Next. Helicopters are slower than planes. Бұл кезде than түрі, чем деген. Бұған қарағанда, самолетке қарағанда вертолеттар баяуырақ. Helicopters are slower than planes. Next. Mr. Jones is the tallest of the 3 men. Mr. Jones ең ұзына дейді осы 3 адамнан. So, let's end. That's the end. Goodbye.